Армысыздар, бүгінгі шығарылымды түркілер мен Шыңғысхан туралы шынайы тарихқа арнамақпыз. Студия қонақтары Ұлттық қауіпсіздік комитетінің генералы, саясат ғылымдарының докторы, мемлекет және қоғам қайраткері Ержан Бекбауұлы Исақұлов және Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Түркітану ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері, араб, фарсы, шағатай тілдерінің маманы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ғұламалар кеңесінің мүшесі Зәріпбай Жұманұлы Оразбай мырза. Ал біздің студиямызға қонаққа келгендеріңізге рахметімді айтам, алғысымды білдірем. Бүгін біздің тақырыбымыз сондай ерекше, тың тақырып, әрі қазақ халқының ұлттық кодын түсіну үшін, анықтау үшін маңызды болмақ. Өздеріңіз авторсыздар, Шыңғысхан атты кітап. Бұл кітаптың жаңалығы неде? Біздер жалпы түркі халықтарымыз ғой, соның ішінде қазақтарымыз. Өздеріңіздер жақсы білесіздер, мынау Ресей империясының кезінде, одан кейінгі мынау кеңес өкіметінің кезеңінде біздің тарихтарымыз өте бұрмаланып жіберілген. Біздер мүлде өзімізде тарихымызды білмейтін дәрежеге жеткенбіз. Себебі басқалар жазып берген біздің тарихымызды. Осы туралы мен де ағамызды жақсы білетін, біз сырлас болдық ағамызбен. Соның негізінде ағамыз Ираннан Рашидадың Хамадайнидің Жами Таварих деген кітабын алып келді өзі, түп нұсқасына. Себебі бұрынғы аудармалар, басқа ұлттар аударған аудармалар, олар көшірме нұсқа болған, түп нұсқа емес. Неге енді сол кітапты алып келді ағамыз? Себебі бұл кітап бүкіл дүние жүзі тарихшылары мойындаған түркі халықтарының тарихының энциклопедиясы деп бағаланған аса құнды, атақ абыройлы еңбек болған. Оны аудару біраз жылдарға созылды. 2018 жылы 31 октябрь күні ол кітаптың тұсаукесерін осы елбасымыздың библиотекасында бүкіл парламенттің депутаттары, осы министрлікте істейтін жаңағы лауазымды адамдар, қоғам қайраткерлері, тарихшылар қатысып, сондай оқиға болды. Жаңағы кітапты аударып болғаннан кейін тағы да сондай сұрақ туындады. Бұны қалай жалғастырамыз енді, не деп? Мұны Зәріпбай бауырымыз жаңағы араб, парсы, шағатай тілдерінің маманы, бұл маған ұсыныс жасады. Запарнама деген кітап бар. Онда мына Шыңғысханнан Әмір Темірдің 2000 туысқандығы жағдайы, олардың сол шежіресі бәрі жазылған. Соны аударуға кірісейік деп. Соны аударуға кірістік. Сөйтіп оны да бітірдік. Қарасақ, жаңағы Әмір Темір менен Шыңғысхан екеуі өте жақын туыс болып шықты. Шыңғысханның 3-ші атасы, Әмір Темірдің 8-ші атасы. Осындай ой келді. Мұның барлығын бір сараптап, солардың ішінен бір ең біздің халқымызға керек деректерді жиып алып, соларды бір жүйелеп кітап шығарсақ. Бұл кісі айтты, өте дұрыс нәрсе деп. Сонан сол Шыңғысханды жазуға кірістік. Күмәнмен қарап келінген. Мұны мысал үшін жаңағы Эргенекон туралы ол аңыз, ондай жер болмаған дегенде сөздерді айтқан мына евроцентристер. Мұны осы Шыңғысхан кітабында дәл сол Эргенеконның картасы бар, көне картада. Ағамыз
Европадан тауып келді ол Германиядан картаны. Міне біз соны аңыз деп жүрген адамдарға әжептәуір арасында тарихшылар да бар. Көрсеткен кезімізде жаңағылардың таң қалудан басқа амалы қалмады. Себебі Эргенекон деп ағылшын әріптерімен тайға тамға басқандай қылып жазып. 1786 жылғы карта. Нюрнбергте шыққан. Иә. Тағы да ағамыздың өте бір құнды тапқан картасы Шыңғысханның туылған жерін картада бар. Ол да көне картада. Ағамыз тауып отыр. Оны да көрсеткен кезімізде жаңағы Шыңғысхан ол Монғолияның Байкал жағында оның өзенінің оңтүстігінде батыс Ерек жағында дүниеге келді дегенде гипотезаны мүлдем жоққа шығарады. Енді қараңыз, осы айтылғандардың барлығына былай сараптап келетін болсақ, Шыңғысхан ата бабасы да жаңағы айтып өткендей өзі де осы Қазақстанның территориясында өмір сүрген, жерленген. Міне Шыңғысхан кітабымен танысып өттім. Сол жерде битіп берілген екен. Яғни түрік деген атамыз бар, ол мемлекеттік жүйесін құрып бірінші патшамыз болған. Оның егіз немерелері болады, татар мен моғол. Сәйкесінше жәнегі Рашид ад-Диннің кітабын аудару барысында сол моғолды моңғол қылдырып, яғни ауыстырып тастаған. Мына жерде анық көрініп тұрды. Шыңғысханның туған жері, мынау Зайсан көлі, мынау Ертіс өзені, мынау жаңағы Бұқтарма өзені, мынау қазіргі Нарын өзені. Бұны осы орыс ғалымы Ремезов деген 1701 жылы қолдан жасағанда, соны кейіннен картаға ауыстырған. Міне өте анық көрініп тұр. Мына жерде Живе Мұғали дейді. Енді мұғыл дегенге олардың тілі келмеген, қалай естіген солай жазған ғой. Ал барлығы несі көрініп тұр. Бұлым бұлдақ мұны. Рашид ад-Динде жаңағы Жамиғ ат-Тауарихта солай жазылған. Бұл енді ағылшын тіліне аударылғаннан кейін шамалы кейбір әріптерінде өзгешеліктер болуы ол заңды жағдай ғой. Ал мынау жаңағы Гюспельттің картасы. Бұл 1786 жылы Нюрнбергте шыққан. Бұл картада жаңағы Зәріпбай айтқан міне Балқаш өзеніне құйып атқан Іле өзенінің бойында Ергенехон деген жазбасы бар. Иә, жазылып тұр. Жоғарыдағы. Ал енді міне мынау осы кесіндісі. Ал енді жаңағы Шыңғысханның түркі тайпаларының тарихын бұрмалаған кезде олар енді осы карталарға да түзетулер енгізген. Мәселен, Шыңғысханды Ертістің бойынан Монғолияға алып барған. Ал енді оны бұлай бұрмалағандығын жасыру үшін осы карталарға өзгерістер жасаған. Міне қарасаңыз, мына бөлігінде міне осы қолмен жазылған атаулардың барлығы. Иә, анық көрініп. Жер мен судың несі. Міне оның ішінде мына Онон деген өзен жаңағы біз айтып отырмыз ғой, Унан деп, Бұқтарма деп. Соны жаңағыдай Онон деп Монғолияның территориясына апарған. Соны кейін бұл картаны енді мына электрондық қазір неге түсірген кезде енді карта қалып кеткен ғой, соның барлығы қазір электронный нұсқасында да тұр соның. Иә, іздері жаңағы барлық істеген бұрмаланған іздер барлығы осы жерде сайрап жатыр. Міне бұл картадан енді қашып құтыла алмайды. Сөзден қашып құтылғанымен. Себебі өзендер жаңағы барлығы жай-жайында тұрыпты. Міне бұл кітаптың сол
аса бір құнды ерекшелігі мына осы картада мына көптеген карталар келтірілген. Барлығы сол Жамиғ Тауарихта айтылған деректермен сай келеді. Өте сай келеді. Шыңғыз хан деп атап беріпсіздер кітапты. Осыған дейін бірде-бір мәліметте, енді тарихшы емеспіз, бірақ қарап жүрсек, Шыңғыз хан деген екен. Бұл тілдердің айырмашылығында болғандықтан жаздыңыздар ма? Атауын Шыңғыз хан деп бергендеріңіз сай емес? Жоқ, бұл тілдің ерекшелігі емес. Бұл Жамиғ Тауарихта Шыңғызы деп аяқталған. Біз сол бойынша аудардық. Одан бұрын Шыңғыс деп та аталғаны бар. Бұл жерде бір тіл, ол бөтен тіл емес, тек соны жаңағаны парс тіліне жазған кезде, араб тіліне жазған кезде, шағатай тіліне жазған кезде үнемі Шыңғыз болып жазылады. Міне орыстар Чингиз дейді ғой, олар Шыңғыз демейді. Сол сияқты олар жаңағы Шыңғызы деп жазған. Біз бір әрпінде, бір сөзінде сөзін ауыстырмаймыз, бұрмаламаймыз деп келіскенбіз. Әсіресе ағамыз редактор болды, өте қатаң редактор. Советтер кезінде Жамбыл қаласын, мәселен, Жамбыл, жібекті Джібек. Әр ғасырда өзінің бұлай жаңағыдай әр тілдің өзінің ерекшеліктері бар да. Міне мәселен біздің атымыз түркше деп есептесек, оны парсы тіліне аударған кезде жаңағыдай бөлек болып аударылады. Ал енді парсы тілінен оны орыс тіліне аударғанда бөлек болып шықты. Қазақ тіліне аударғанда жаңағыдай. Ал енді біз мына Жәкең айтып отыр ғой, қалай жазылса солай. Міне және қараңызда, бұл транскрипциямен бізде қылғанда замма касра фатхаларымен жаздық қой. Біздегі ең дұрысы деп санаймыз. Себебі анау жаңағы 4 әрпі парсының артықша. Ол орыстар аударғанда ол 4 әріп жоқ. Одан кейін жаңағы замма касра фатхалары жоқ. Соның себебінен міне олар біз кітапта жаңағы Жамиғ Тауарихта Үгетай қаған деп анық жазылған. Үгетай қазақтың сөзі. Оны орыстар үгедей деп жазған. Дәл анау моңғолдың сөзі сияқты да біздігені мүлде оны оқыған адам қазақтың сөзі атауы демейді, жаңағы моңғол дейді. Міне Сүбетай Бахадыр. Анық жазылған Сүбетай Бахадыр. Оны олар Сүбедей дейді. Моңғолша болып кетті. Оны оқыған адамдар, ол моңғол екен дейді. Ол қандай атақты бір рет жеңіліп көрмеген қазақтың Ұранқай руынан шыққан жаңағы қолбасшы. Шыңғыс ханды қазақтың атасы деп айта аламыз ба? Қазақтың деп айтпауымыздың себебі, ол қазақ атауы Шыңғыс ханнан кейін пайда болды. Оның ұрпақтарынан шыққан Жәнібек, Керей хандардың кезінде. Бірақ оның Шыңғыс ханды қазақтың атасы емес деп те айтып болмайды. Себебі жаңағы қазақтың хандарының атасы тікелей Шыңғыс хан. Ал Шыңғыс ханның өзі негізгі шыққан түбі ата-бабалардың ағамыз айтып өткендей Қаратау мен Алатаудың баурайынан шықты. Жаңағы Мұғыл хан дедіңіз ғой. Ең алғашында мұны Мұғыл хан болды. Ол енді жаңағы Оғыз хандардың ұрпағынан шықты ғой. Түрк атамыздан Оғыз хандар, Оғыз хандардан жаңағы Мұғыл хандар. Содан соң барып, ол кісілердің ағамыз айтқандай, екі отбасы қалып, оңтүстіктегі ағайындармен соғыста жеңіліп, Ергенеконға қашып барды, жасырынып, ол жерде 400 жыл көбейді. Одан Ертіс өзенінің бойына барып, сол жерде көбейді тағы да. Шыңғыс ханның туылған жері, Бұқтырма өзенінің Ертіс өзеніне құятын жері. Сол жерде туылды, дүниеге келді. Және жерленген жері де со төңіректе. Бір жүйеге келтіріп көрейік. Ең алғашқы ата-бабасы
мынау болса Қаратау мен Алатаудың ол жерде Қарақұрым деп атаған ең алғашқы Қарақұрым сол жерде болған. Ең алғашқы. Түрк атамыздың дәуірінде оны Түркістан деп атап кетті, қараңыз. Одан кейін жаңағы Қарақұрым деп аталды сол жер. Шыңғыс ханның өзінің сөзі бар, жаңағы анау Жебен Оян мен жаңағы Сүбетай Баһадурға айтқан сөзі. Осы жұмыстың барлығын сендер 3 жылда атқарып келіп, өзіміздің көне жұртымыз жаңағы Моғолстан Қарақұрымда кездесеміз деген. Бұл жаңағы сол айтып отырған жер Қаратау мен анау Іле өзенінің екі аралығы болып тұр. Себебі Ергенекондар сол жерде ғой. Барлығына есептеп келгенде де Шыңғыс ханның ата-бабалары да біздің қазіргі Қазақстанның аумағында өзінің туылған жерді сол Қазақстанның, Шығыс Қазақстан облысында ғой, Зайсан көлінің ар жақ бер жағы барлығы сол Шыңғыс ханның ата-бабаларының болған. Ол жаңағы Зафарнаманың тарихи Жаһангер деген бірінші бөлімінде ашық айтқан Шыңғыс ханның ата-бабалары Ертіс өзенінің бойында қоныстанды деген. Ата-бабалар да сол жерде болса, өзі де сол жерде дүниеге келген болса, және тағы да сол жерге жерленген болса, біз Шыңғыс ханды кім деп атаймыз? Анау жақта жатқан моңғол деп атаймыз ба, әлде қазақтың мұрасы деп атаймыз ба? Әлбетте қазақтың мұрасы деп атаймыз. Сіздердің еңбектеріңізбен таныса отыра, менде мынандай бір сұрақ туындады. Егер Моғолдан шыққан енді Шыңғыс хан, және айттыңыз ғой өзіңіз, ол былай да санасақ та, былай да санасақ та қазақтың атасы болып тұр. Ал қазіргі Монғолиядағы азаматтар да біздің туысқан халықтар болып шыққан ма? Әлде енді тарихтың қазіргі беттерін қарап отырсақ, Монғолиядағы енді монғолдар олар бөлек, яғни түркі халықтарына жатпайды деген бір ақпарат жүр. Осы жерде енді Монғолиядағы қазіргі азаматтар, олар да түркі халықтар ма, біздің туысқандарымыз ба? 1930 жылда Семуков деген орыстың ғалымы, осы большевиктердің үкіметінің тапсырмасымен Монғолияда жаппай халық санағын жүргізген. Халық санағын. Тек қана халық санағын емес, малдарына дейін санаған. Сонда анық мәліметтер берілген. Қандай-қандай тайпалар, қандай-қандай ұлттар, қандай-қандай рулар сол Монғолияның аумағында тұрады деген. Сонда ол жерде бір ғана қазір міне моңғол деп аталып кетті, себебі біраз жылдан бері моңғол деген екен, бүкіл сол Монғолияның территориясы моңғолдар тұрады деген түсінік пайда болып кетті. Ал 34 жылы олай болмаған. Ол жерде халқалар болған, өз алдына бір халық. Ол қазіргі негізгі моңғол деп жүргендері сол халқа. Буряттар болған. Ол халқадан бөлек халық. Одан кейін ол жерде шамамен мен айтсам 40% түркілер болған. 40%. Жаңағы сарттар бар, жаңағы ол қазақтардан бөлек. Оларды кейін сол түркілерге жататын халықтарды халқаларға қосып жіберіп, барлығына моңғол деген ярлык тасып қойған. Сөйтеді де моңғолдың өзінің халқалардың сөздігіне жаңағы түркілердің сөздігінде қосып жібереді. Сөйтеді де қазіргі моңғолдардың жаңағы сөзінің байлығы тіпті орыстардың сөздігінің байлығынан да көп. 60.000 сөздігі бар, енді қараңыз. Қазірдің өзінде сол Монғолияға барып келгендерден сұрасақ, олар моңғолдар, халқалар өздерін моңғол деп атамайды екен, біз халқаларымыз деп атайды екен. Қазірдің өзінде. Оларға жаңағы Совет өкіметі жаңағы моңғол деген атауды алып берді. Себебі Шыңғыс ханды біздің қазақтан алыстатып алып кету керек болды. Сондай үлкен саясат, құйтырқы саясаттың нәтижесінде біздің ұлтымызға, ата-бабаларымызға тиесілі болған Шыңғыс ханды ол жаққа алып барды. Ол жердегі түркілерді халқаларға қосып жіберді де жаңағы сөздігін екі еселентіріп берді.
жасанды, былайша айтқанда халықты. И тағы бір мәселе, кешірерсіз. Мынау көп адамдардың сұрағы бар. Бұны парсының ғалымы түркілердің тарихын, Шыңғысханның тарихын жазған деген. Ал біз мына Зәкең қазақшаға аударғаннан кейін бәрі белгілі отыр. Шыңғысханның 5-ші ұрпағы Қазанхан Иран мемлекетіне барып патша болған. Оның әкелері де сол жерде патша болған. Сол 1298 жылы өзінің уәзірі болған мына Рашид ад-Динге тапсырма береді. Осындай кітап жаз деп. Ол кітапты жаңағы хандық қазынада сақталған алтын дәптер және басқа да құпия жат көзден сақталған құжаттардың соларды пайдаланып жазған. Ол құжаттар мұғыл тілінде, мұғыл әрпімен жазылған болған. Сондықтан да жаңағы Құбылай Қаған өзінің көмекшісі болған Болат деген Дүрбен руынан шыққан ғалымды әскери басшыны сол жаққа жібереді. Бірінші ел шығып, сол жерде ол сол Иран мемлекетіндегі барлық әскерлердің қолбасшысы болады. Ал оның бір артықшылығы, ол мына түрік тарихшыларын, түркіменен жаңағы Шыңғысханның тарихын өте жақсы білетін адам болған. Сол өзінің қасында еріп барған бір мұғылманан екеуі бірінші осы түркілердің тарихынан жаңағы Шыңғысханның тарихын мұғыл тілінде жазған. Содан кейін барып жаңағы Рашид ад-Дин оны парсы тіліне аударған. Міне бұның кереметі қандай. Ал енді бір буын өте ме, екі буын өте ме, біздің мына емшекті балдар соны мына бақшадағы, балабақшадағы балдар оқып мектепте не алатын болса, біздің келесі буындағы жастарымыз өзінің шыққан тегін жақсы білетін. Осы кітапты көпшілікке жеткізуге, әсіресе жастарға жеткізуге әрекеттеніп жатқандарыңыз өте құптарлық, өте былайша айтқанда біздің қазағымыздың келешегіне үмітпен қарауға мүмкіндік беретін өте құнды шаруа деп түсінемін мен. Енді қазіргі таңда қалай айтады, қазақ зиялы қауымнан айырылды, тәуелсіздігіне жеткенше қаншама қазақ зиялы, қазақ деп өткен, тарихын зерттеп өткен азаматтардан айырды деп айтылып келе жатыр. Енді тәуелсіздігіміздің міне 30 жылдығы қарсаңында керемет жаңалықпен өзіміздің түп тамырымызды білуге, аяқ басуға жол ашқан еңбектеріңіз көбейе түссін. Осы тұста сіздерге біздің подкастымызға келіп, сұхбаттасып, әңгімелесіп, білмеген жайттарымызға көзімізді ашқандарыңызға алғысым шексіз. Еңбектеріңіз жана берсін, ал осыны оқи алатын, осыны түсінетін, жүрегіне осы тарихты алтын әріптермен жазып қоятын қазақ ұрпақтары көбейе түссін. Айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін. Берекелі.